Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізге инвесторлар табу оңай деп ойласаңыз, онда сіз қателесесіз. Инвесторларды тартқыңыз келсе, сіз өнімнің немесе бизнесіңіздің прототипін жасауыңыз қажет. Ендеше бүгінгі сабақта инвестицияларды қалай тарту керектігі жайлы сөйлесетін боламыз. Бизнесті бастау үшін қаржылық салым қажет. Көбінесе бұл салымдар арнайы жабдықты сатып алу немесе ғимаратты жалға алу үшін керек. Егер сіз қайта сатумен айналыссаңыз, онда алғашқы салымдарға тауар топтамасын сатып алуға болады. Сонымен қатар сізге банктен дербес қаржыландыру алуға, өз қаражатыңызды пайдалануға немесе инвестициялар тартуға болады. Инвестицияларды қалай тартуға болады? Бірнеше әдісті қарастырып көрейік. Бірінші қадам. Сенімді бола алатын серіктес таңдау. Тиісті серіктестерді тарту үшін оларға талдау жасау керек. Біріншіден, олар қай салаларға инвестиция салғанды жөн көреді. Екінші, әдетте олар салатын ең минималды және максималды сомалар қандай? Миллиондаған ақша салуға дағдылаған адамға 100 мың сұрап жүгінудің мәні жоқ. Үшінші, серіктестіктің қандай нұсқаларын қалайды? Біреу бизнесте үлесті алғысы келеді, ал біреу қарызды пайызбен төлеуге разы болады. Инвесторларды іздеудің бірнеше жолы бар. Бірінші, достарыңыз бен отбасыңыздың арасынан іздеу. Жобаны бастау үшін аз мөлшерде болсын ақша беруге дайын ең арзан және тез тәсіл. Екінші, жеке капиталды тарту. Көптеген кәсіпкерлер болашақта қосымша тұрақты кіріс алу үшін қызықты идеяны инвестициялауға дайын. Үшінші, арнайы ресурстарды қолдану. Мысалы, OLX сайтында сіз инвесторларды іздеу туралы хабарландыру қалдыра аласыз. Екінші қадам, мақсатты аудиторияға ақпаратты дұрыс жеткізу. Инвесторға жоба туралы айту барысында мына мәселені қарастырған жөн. Біріншіден, өндіруге жоспарланған өнімнің немесе қызметтің бірегейлігі мен маңыздылығы. Екіншіден, талап етілген инвестицияның мөлшері. Үшінші, инвестицияланған қаражаттың қайтару мерзімі. Төртінші, болжамдалған пайда деңгейі. Және де бесінші, инвестициялардың қайтарым кепілдігі қандай болатындығын қарастырған абзал. Үшінші қадам – бизнес жоспар. Ең алдымен қаражат салу үшін объектіні таңдау кезінде инвесторлар бизнес жоспарға назар аударады. Ол дұрыс жазылған болу керек, әйтпесе қаражат алу мүмкіндігі болмауы мүмкін. Дұрыс жасалған бизнес жоспарда келесі мәселелер қамтылуы тиіс. Жобаның сипаттамасы, қажетті ақша сомасының есебі, инвестор алатын коммерциялық пайданың талдауы, жобаның өтелу мерзімі, яғни алғашқы табыс қандай уақыт аралығында алынады, ұйымның одан әрі даму перспективалары қандай. Кәсіпқойлар бизнес жоспар құрған кезде барлық ұсақ түйектерге назар аударуды ұсынады. Барлығы сенімді болуы керек. Мысалы, құжат басып шығарылған қағаз бен оған қоса берілген папка сапасына дейін. Біз бұл мәселені бизнесті жоспарлау сабағында тағы қарастыратын боламыз. Төртінші қадам – келісім шартқа қол қою. Инвесторларды тарту және сіздердің араларыңызда жасалған барлық келісімдер құжатпен бекітілуі тиіс. Бұл сізге келісім орындалмаған жағдайда өзіңізді және өз бизнесіңізді сақтауға кепілдік береді. Келісімде мынаға назар аударған өте жөн. Бірінші, серіктестік мерзімі қандай және қанша. Екінші, салым көлемі қандай болады. Үшіншіден, тараптарға жүктелген құқықтар мен міндеттер. Келісім шартқа қол қою – бұл соңғы кезең. Бұл кезеңде сіз өз мақсатыңызға қол жеткізесіз. Сіз қорда жеке инвесторларда қайырымдылық мақсатында ақша бермейтінін есте сақтауымыз керек. Олар инвестицияланған жобалардан барынша максималды және жылдам қайтарымын күтетін болады. Осылайша инвестициялық қаражаттың кез келген кезі банктер, қорлар немесе басқа компанияларда қажетті растаусыз ақша сізге мүлдем бермейді. Бүгін біз сіздермен, құрметті достар, инвесторлардан қалай қаражат тартуға болатындығын білдік. Егер сен кәсіпкер болсаң, жоғарыда сипатталған нұсқаулықтарды есінде сақта. Келесі сабақта кездескенше.